Жас жігіт жұмыстан үйге қарай қайтып келе жатты. Қараңғы болғандықтан парк арқылы жолды қысқартуды шешті. Ол алдынан біртүрлі әйелді көрді. Ол қозғалмай орындықта отырды. Оның басы арасында қозғалып тұрды. Бірақ ол үзіліссіз бір нүктеге қарап отырды. Біртүрлі екен. Кәрілік жақсы зат емес. Осы жерде ол жөтеліп, қытырлаған дауыс естіді. Бұрылып қарап еді, ол дәл солай отыр, бірақ орындықтың басқа жағында. Осылай біраз қарап тұрып, ары қарай кетті. Оны дұрыс қарамағанмын ғой. Әйтпесе ол орындықтың басқа жағында қалай пайда болады? Немене? Оның алдында әлгі әйел отырды. Жаңағындай қозғалмай бір нүктеге қарап. Жігіт бұл орындықтан ақырын өтті. Бұл жолы оның түрін қатты ұрғысы келді. Сол үшін оның басына қарап жүрді. Бұл жолы тағы да қытыр еткен дауыс естіді. Сосын оның түрін көрді. Яғни оның жоқтығын. Алдында шаш болды. Басы қайтадан бұрылып тұрғандай. Немене? Менің түрімді көргің кеп тұрма? Ендеше өзіңді кім бар? Оның басы.